Қазағым, халқым, кез келген төңкеріс ұсақ түйек нәрселерден, тұрмыстық мәселелерден туындайды, ұшқыннан жанын лаулайды. Біз бұл жерде ешқандай да баға, ақша, өтейліз бар деген сияқты ұсақ түйек мәселелерді айтпауымыз керек. Халықтың қамын, қазақтың проблемасын айтуымыз керек. Бұл бізге Тоқаевтың да, Тоғжановтың да, Назарбаевтың да, Ноғаевтың да керегі жоқ. Бізге Нұр Отан партиясының да, Нұр Отанның жауынгерлері, министрлер мен депутаттар да керегі жоқ. Бұл жүйе түгелімен кетсін орнын. Орнын босатсын. Халайық тарихи сөз бар. Революцияны данышпандар ойлап табат. Ер жүректер жүзеге асырат. Қулар қызығын көрет деген. Сіздердің мынау 3 күннен бері тұрған еңбектеріңізді, ерліктеріңізді ешкім пайдаланып кетпес үшін ешқандай арандатуға жол бермеңдер. Ең соңғы талаптарың орындалғанша осы жерде тұрыңдар. Мен жаңа қуанышты хабар естіп, төбем көкке жеткендей болып тұрмын. Алматы, Астана, Қарағанды бәрі тұрып жатыр деп. Түнімен соны ойлап ұйықтай алмай шықтым. Қазақстанның қайда қалған облыстары деп. Мен сол тебіреніш жүрегімді тербетіп, мана түс қайта кешке таман Қазақстанның барлық өңірлерін осы митингіге біздің алаңға шыққан, атқа қонған ерлердің қатарына тұруға шақырып, ұран от деген өлеңімді жазып едім, соны оқып берейін. Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бүгінбай, Шапырашты, Наурызбай, Қарасай мен Ағынтай, Шұбыртпалы, Ағыбай, Малайсары, Жасыбай, Алатау мен Арқалық, Аралбай мен Бақтыбай, Сүйіндіктік, Олжабай, Жәуке, Төлек, Жаңатай, Жаназар, Жантай, Жанғожа, Саңғырық, Сартай, Сыпатай, Хангелді, Тайлақ, Тіленші, Төлегетай, Төлебай, Шерубай мен Жидебай, Барақ, Баубек, Бөрібай, батырлардың ұрпағы, сендерге айттым көлеңдей, естілетін уақыт болды ғой, елдің зары керенгей. Сұраншы саурық өтеген, баян саян батырлар, талайдың құлағы шулайды, тарихқа кетсем тереңгей. Ойран төбедегі ойратпен 10 мың қол қалмақты, ойрандаған оғланым Райымбектей өрендей. Көкінің ұлы Есеттің, Көтібар ұлы Есеттің шашылған даңқы шартарап жоғарғы менен төменгей. Өтін алған датқаның өлтіріп Мырзабейді де, қоқанды шапқан қорғаным Мәделі Қожам Берендей. Жалаңтөс бабам Бахадыр, Қараның ұлы Бөкенбай, қай қазақтан кемеді қақарман тұлған көреңгей. Көтібар мен Арыстан, Көкжарлы Көкжал Барағым, Айбастың ұлы Бекежан, Оразалы Орағым. Осындай ерлер ұрпағы озада шапқан шырағым, халқың атқа қонғанда қалай жатсың сенендей? Қайдасыңдар қалың ел, қазағымның байтағы? Қайдасыңдар халқымның қошқары мен тайқары? Азған ауыл Ақтау мен Жаңаөзендей жайнағың, Жетібай шетті Маңғыстау, Ақкетік Бейнеу қаймағың, Атырау мен Оралым, Ақтөбедей аймағың, кімдерге сөзі өтеді, кімдерге датын айтады? Батыр менен балуаным, байым менен бағланым, әнші менен күйшілер, ақым менен ардағым, құралайды көзге аттар құр жібермес мергенім, туа сала сөз қаққан туңысы бөлек зергерім. Туыстаған тұлпарным, құспаулыған сұңқарным, өздеріңді мен бүгін бір көруге іңкәрмін. Үш ананың баласы, сіздерге сәлем арнадым. Үш ауыз жауап қайтармай, 3 күн болды зарладым. 3 мәртебе ұран сап, 4 құбыламды қармадым. 3 күн ұлып қасқырдай тамақта құртым талмадым. 3 айналып үстімнен тандыр бұттай танбадың. 3-4 рет пост жазып үйде үруден танбадың. 3 күн бойы талқылап жатырсыңдар ма қазағым? 3 ауыз өлең жырымның 3000 тонны салмағын.
3 milyon çarşı şakırım almakta жатқан айлапат 300'дің үшкір найзасы бас қосатын барма күн. Жұлдыздан алсыз болса жарыға, аспандағы айғасын. Жоқ жұқанаға қараспаса алтын тонды байғасын. Алты қырдың астына көп қарадым күн салып, алмастай көзім туалды ғой, азаматтарым қайдасың? Алаштың ұлы қайдасың, қазақтың ұлы қайдасың? Үйдегі ыстық тоқаш пен тоқ көжені қия алмай, жүрмісіңдер керіскенде кең далаға сия алмай, кетіскенде қатын құсап қарғысыңды тия алмай, сендер де шешелерің ұл түйдің деп қалжа жеді ұя алмай. Ер азамат жоқ жерде тұлпар мініп туалған, қас дұшпанның қанына алдаспанын суарған. Апаларым қайдасың, аналарым қайдасың? Арыстан туған жүрекпен азаматтың орнына да тұра алған. Қалысқанма қатар тұр, тағдырлы сәт сапар бұл. Ұрпағының көз жасын, ұмытылмас қарғысын, арқалайды ертеңгі үйде тұрып жыланған. Сіздерді анаң туғанда аппақ сүтпен ариба, тұла бойға сіңіріп тұмар ханым Зарина. Бақты қызбен Назымдай, Ботагөзбен Бопайдай, Ақбикешпен Сапура, Айбекемен Гаухардай, Қаламқаспен Хиуаздай, Алиямен Мәншіктей, ұран болар деп күткен ұлтта ұлы дариға. Қыран мінез қырғи құс қыз тудым деп қуанған, ұлының кегін қыз алса ұрпағым деп жұбанған. Шоқ жұлдызға жарасады үркерлік, үркерді де болады екен бір кемдік. Бұрында айттым, сырымда жоқ бір көрлік. Бұл дүниеде болу керек бір теңдік. Сол теңдікті орнатам деп жыртердік. Қалың көрпеге оранып жатсаң үйіңде, қазағым айтшы кімге керек бұл теңдік? Батыс өлкені жайлаған байтақ, шеркеш, берішке ғана керек пе? Арасында жүрген аз ғана тау халқы мен орысқа ғана керек пе? Алаңда тұрған табын мен алашаға ғана керек пе? Аз ғана үйлі тамамын кердерге ғана керек пе? Айтшы халқым азаттық деген адайға ғана керек пе? Әлде сіздердің жандарың сонша ардақты асыл ерек пе? Тәуелсіздік деген ту байлайтын тек қу тұғыр, басына шығып тәуір әңгіме тәтті өтірік айтар терек пе? Бірікпесең бітпейдіс, биліктегілерге бәрі бір. Жадыңда ұста қазағым, жалпақ елдің жаны бір. Ұруға, ұлтқа бөлінбе, дінге де тілге бөлінбе. Қарға тамырлы қазақтың қазып бір кетсең қаны бір. Алашымен да атқа қон, арайла батар таңы бұл. Үйде туып күзде өлу, даланың қайсар заңы бұл. Маңғыстаудың ғана мұң емес, батыстың ғана зар емес. Барша қазақтың бағы бұл, ал талаштың ары бұл. Аға, мұла өлеңден кейін маған қысқаша шабыт